Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Гимназияның YouTube каналында жаңа айдар, әдістемелік қолдау айдары. Сіздермен осындай еркін форматта әртүрлі тақырыптар бойынша әдістемелік өзімнің қолдауымды көрсетуді жөн көрдім. Бүгінгі тақырып soft skills, яғни жұмсақ дағдылар. Ағылшын тіліне аударғанда soft skills жұмсақ дағдылар дегенді білдіреді. Немесе оны икемді дағдылар деп те атайды. Ол дағдыларға не жатады және олар неліктен керек? Бірінші, неліктен керек деген сұраққа жауап берейік. Қазіргі мына заманда бізге үнемі бәсекеге қабілетті, бір қалыпты емес шешімдер қабылдап, өзімізді презентация алу, сыни ойлау, креативтілік дағдылары ауадай қажет. Ол дағдыларды туа біткен болуы да мүмкін, яғни қабілет болуы мүмкін. Мына мысалға шапшаңдық, немесе шешендік қабілеттер адам бойында туа біткен болуы мүмкін. Бірақ егер туа бітпеген жағдайда оны ата-аналар тәрбиесі арқылы немесе мектепте оқыту арқылы жүзеге асыра аламыз. Яғни бәсекеге қабілетті болу, тез өзгермелі, қарқынды өзгермелі заманда өзін өзі көрсету үшін қажет дедік. Бұл дағдыларға тағы да не жатады? Қандай дағдылар? Яғни ораторлық дағды. Ораторлық, өз ойын ашық айту, шешімдер шығаруда икемділік. Сонымен қатар өзін өзі басқару, өзін өзі реттеу, өзін өзі уәждеу, яғни ішкі ынтасын көтеру. Яғни сыртқы факторларға қарамай, ол өзіндік дамуды жүзеге асыра алатын адам. Сондай тұлғаны дамытуға, тәрбиелеуге біз бар күшімізді салуымыз қажет. Сонымен қатар оны өз пікірін дәлелдей алатын тұлға. Оны біз қалай жүзеге асырамыз? Оқытуда. Енді сұрақ туады, қалай? Біз білеміз, hard skills бар және soft skills бар. Мысалға мектептегі алатын болсақ, балалардың жазып білуі ол hard skill. Жазып біледі ол нақты үйренген дағды. Ал сыни ойлау дағдысы ол икемді, яғни бір мәселеге қатысты біз өзгеріп отырады ойымыз. Байқадыңыз ба? Әртүрлі ситуацияға қатысты сенің икемділігің, сол фактілермен жұмыс жасау және өзінің сыни ойлауын дамыту, ораторлық қабілеттерін дамыту, уақытты басқаруын дамыту, осындай дағдыларды біз сынып сабақтарда жоба қорғау оқытуда, дебат, сыни ойлауға бағытталған тапсырмалар беру, әртүрлі ашық сұрақтарды қолдану, неліктен сұрағын көбірек қою арқылы өз-өзіне реттеу дағдыларын дамыта аламыз. Сонымен қатар өзін-өзі рефлексиялау алу дағдыларын дамыта аламыз. Бұның барлығы бізде икемді дағдыларға жатады. Яғни тәсілдерді қараймыз. Сонымен қатар жоба қорғауды тапсырамыз балаларға, көптеп тапсырамыз. Сабақтар барысында, 90 барысында, 90 аяғында, немесе бір бөлім аяқталғанда деген сияқты жоба қорғауды көбірек тапсыруымыз керек. Жоба ол проблемалық тақырыптан туындайды. Айналамызға қарасақ, жобаға тақырып болатын негіз көп. Өз аймағымызды әлемдік деңгейде алуымыз мүмкін. Яғни жоба қорғау тақырыптарын мен сіздерге ұсынар едім, көбірек балаларға берсек, тапсырмаларын беріп және оларға бағыттасақ және ашық сұрақтарды көбірек қолдансақ, бізде балаларда икемдік дағдылар қалыптасуы мүмкін. Сонымен қатар өзін-өзі презентациялауды да балаларға осознанность дейді ғой, осознанность, критичность, осы екі дағды балаларға саналы түрде оқуына келуге көмегін тигізеді. Қысқаша егер сұрақтарыңыз болса, осы YouTube каналдың осы видеоның астына тастасаңыз болады, және өз пікірімізді бір сөйлеммен қорытындылай, резюмировать етіп, айтылғандарды қорыта отырып жазып кетсеңіз, мен қуанып қаламын. Рахмет назарларыңызға.